Баршаңа қайырлы күн, құрметті 9-шы сынып оқушылары. Бүгін сіздермен ағылшын тілінен 2-ші тоқсанға арналған бірінші БЖВ жұмысын орындаймыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Summative assessment for the unit Earth and our place in it. Бірінші тапсырма бізде listening. Task 1. Listen and circle the best answer A, B, C or D. Listening тапсырмасында тыңдалым қойылады сендерге, сол арқылы төмендегі сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. A, B, C, D варианттарының дұрысын таңдайсыңдар. Бірінші сұрағымыз. According to the speaker, more and more greenhouse gases are produced by. Спикердің айтуы бойынша парниктік газдар көбірек шығарылады. Бұған дұрыс жауабымыз C. Actions of people. Адамдардың іс-әрекетінен. Келесі екінші сұрағымыз. Which of these things is a greenhouse gas? Осы заттардың қайсысы парниктік газ болып табылады? Дұрыс жауабымыз B. Carbon dioxide. Көмір қышқыл газы. Келесі үшінші сұрағымыз. Which of these things can help reduce levels of carbon dioxide? Осы заттардың қайсысы көмір қышқыл газының деңгейін төмендетуге көмектеседі? Дұрыс жауабымыз C. Using public transport. Қоғамдық көліктерді пайдалану. Келесі төртінші сұрағымыз. Which of these predictions about climate change does the speaker make? Климаттың өзгеруі туралы осы болжамдардың қайсысын айтушы жасайды? Бұған дұрыс жауабымыз B. If planet gets warmer, then we can expect more floods. Егер планета жылынса, су тасқындары көп болуы мүмкін. Келесі бесінші сұрағымыз. If the planet continues to heat up, егер планета қызуын жалғастыра берсе, expect to experience more extreme weather. Төтенше ауа райын күтуіміз мүмкін. Бұған дұрыс жауабымыз C. Then we can. If the planet continues to heat up, then we can expect to experience more extreme weather. Егер планета қызуын жалғастыра берсе, біз одан да көп экстремалды ауа райын бастан кешіруіміз мүмкін. Келесі алтыншы сұрағымыз. Which of these things isn't mentioned in the video? Бұлардың қайсысы видеода айтылмады? Дұрыс жауабымыз B. Carpooling. Автокөлікті біріктіру туралы видеода айтылмады. Listening тапсырмасы бойынша дұрыс жауаптарын аяқтаймыз. Біріншісіне C, екіншісіне B, үшіншісіне C, төртіншісі B, бесіншісі C, алтыншысы B. Келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Task 2. What have people done to save our planet? Answer the question and make a mind map on a poster in 3 minutes, and then you will have 1 minute to present it to the whole class. In your speech, you should organize your ideas in a logical chain, connect your ideas using appropriate words, use topic-related vocabulary. Біздің планетамызды қорғау үшін адамдар не істей алады және не істейді деп сұрап тұр. Сол туралы айтуымыз керек. Өздерің классқа арнайы постер жасап, қорғап айтсаңдар да болады. Мен мұнда бұл тапсырмаға қысқаша текст ретінде мәтін жаздым. There are many ways to save our planet, including conserving water, reducing our use of oil and embracing green energy, reducing waste and single-use plastics, and planting more trees. Eating more vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds, and less meat and dairy can significantly lower your environmental impact. Producing plant-based foods generally results in fewer greenhouse gas emissions and requires less energy, land, and water.
Біздің планетамызды құтқарудың көптеген жолдары бар. Соның ішінде суды үнемдеу, мұнайды пайдалануды азайту және жасыл энергияны қолдану, қалдықтар мен бір реттік пластиктерді азайту және көбірек ағаш отырғызу. Көкөністерді, жемістерді, дәнді дақылдарды, бұршақтарды, жаңғақтарды көбірек жеу және ет пен сүтті азырақ тұтыну қоршаған ортаға тигізетін әсеріңізді айтарлықтай төмендетеді. Өсімдік негізіндегі тағамдарды өндіру әдетте парниктік газдар шығарылымдарының азаюына әкеледі және энергияны, жерді және суды қажет етеді. Міне оқушылар, осымен бүгін 2-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ тапсырмасын аяқтаймыз. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға жазылып, қоңырау шағына басып қой.